Бізде болды, мен өткен жол, алдыңғы жол барған кездегі сториспен бақылап, менің артымнан шығып, өз жолымен жүрген жігіттер болды. Мен барынша көмектестім енді. Жолда былай мәселелер болуы мүмкін, мынаның алдын алыңыздар, бүйтіңіздер, сөйтіңіздер, жатақханаға мынандай болуы мүмкін, немесе жаңа қонақ үйдің адресі осылай деген сияқты. Өзім жатқан қонақ үйдің адресіне дейін берген кездерім болды. Мен айттым, бірақ жігіттер, күтіп алатын жігіттер бар ма? Осы жақты көрсететін жігіттер бар ма? Жоқ, өзіміздің жолымызбен кетіп жатырмыз. Бара жатыр көрерміз, по ходу дела деген сияқты әңгіме айтты да маған. Ну қараңдар өздерің. Бірақ келді, үн-түнсіз хабарсыз кетті. Мені қайтайын деп жатқан кезде бір аптадан кейін уже келіп бір аптадан кейін мен қайтайын деп жатқан кезде қайтадан маған хабарласты. Бәке, адам бар ма? Тауып беріңізші, пожалуйста. Қанша теңге төлеу керек болса, соншаға дайынбыз деген сияқты сонда. Яғни мен түсіндім, олар уже белгілі бір қиындықтарға кезіккен и осознанный түрде